Адасқан ару. Қатын, әй қатын, бөтен үйде шошыңдап неғып жүрсің? Төркініңе барып тайраңдап, көзіңе көк шыбынды үймелетпесін десең шық тез. Ұялы телефонның ар жағынан ішіне сыймаған ашуын Нүкіс оқтай боратып қоя берді. Надан меншіл, төсін сабалығынан басқа түк бітірері жоқ. Күйеуінің даусынан қатты қысылған Райхан бір бозарып, бір сазарды. Қатын, шық дедім ғой үйден, шық жылдам. Ескертпей неге кеттің, а? Апамнан рұқсат алып едім 2 сағатқа, деп Райхан дір-дір етті. Апаң не айтып тұрғанын, ол кім, мен кім? Бұл жерде шешеңнің билігі жүрмейді. Мына менің айтқаным заң. Сен қатың сөзге түсінбейді екенсің. Бәлем қолыма түстек бауыздап тастаймын. Отағасы, достарым, кеше әжеңнің қарасына туы алыстан келді ғой. Бір шалгым көңіл шай болса да ішіп кетші деп қолқа салып еді. Келгенім тап қазір ғана, босағадан кері аттауым ыңғайсыз болар. Қатын, қайдағы дос, қайдағы шай? Қыз қырқыңмен қыдырғанда өлгені тіріледі деп кім айтты? Мылжыңыңды тыңдайтын уақытым жоқ. Мені отағам деп сыйламадың, дінді бұздың. Бала шаған тастап қыдырып кеттің. Бөтен біреулердің уағызын тыңдап өз дініңді сатпақсың ба? Осыдан үйге қайтпасаң, сол үйдің сыртына өрт қойдырамын. Жегеніңді желкеңнен шығарамын, құртамын, төбеңді оямын, шашыңды жұламын, қаныңды сорамын. Ашу кісі адамды таптап, шайнап тастайтын қара бура секілді жан-жағына түкірігін шашып сөйлейтін Нүкісі ойда жоқта құтырып ала жөнелді. Нүкіс, түсінші мені. Осыншалық сыйлап шақырғанда ұят қой. Ең болмаса бір кесе шай ішейін. Жоқ, ішпейсің. Жан баласынан жасырған шаруаларын күттемек болып кеше ғана тікұшақпен А қаласынан ұшып кеткен күйеу сымағы аяқ астынан әйелінің басқан ісін бақылап, берекесін қашырып, телефонмен ақ сілейтіп салды. Вампир байының біреуді шабамын десе шауып, атамын десе атып түсіретін қатыгез мінезінен қорқып қалған Райхан солқылдап ала жөнелді. Ешқайда қия бастырмай, үйден қарыс қадам аттатпай, торға қамап заңсыз әйел етіп ұстағалы, Нүкістен жегені таяқ, көргені қорлық. Райхан, жайшылық па? Баяғы күйіңбе көнбей жатқан, оның бүйтіп бүлік шығаратынын білгенде қолхат алып қалмаған екенбіз. Мынау тал түсте мұнысы не? Еліңе әзер әкеліп тұрып, тұқыртуын несі уас неме, деп баяғыдан ауылда бірге өскен жан досы шаттық реніш білдірді. Қыздар, мен кетейін, отағам айтқаныма түсінер емес, деді Райхан көзінің жасы етегіне төгіліп. Кеткенің қалай? Кіргенің жаңа емес пе? Сенімен шүйіркелесіп мауқымызды басамыз ба десек? Бәлен жылдай әзер кездескенде Нүкістің қалдау қыла жақты. Шырқымызды бұзатынын білгенде телефонды өшіріп тастауын керек еді. Отағам бәрібір 7 қабат жер астынан іздесе де табады мені. Оның жыны жаман. Осы дастарханды сенің құрметіңе жайып ек, босқа расуа болғаны ма? Дәмнен үлкен емессің, Құдайдың кенже ұлындай әкіреңдеуін теріс ағымға көндіргенімен қоймай. Ай, сол жігіттер Нүкісті қайдан таптың, а? Бағыңды байлады ғой әбден. Күн шығып тұрғанда үстіндегі 40 қабат киімің мынау. Қыз кезінде жұлдыздай жарқырап, қатарынан алды болған Райханның айдаладағы Нүкіс деген молдаға ерге шығып, бөгде дінді қабылдап, өзге жолды таңдағанына сырттай тістерін қайрап жүрген құрбылары ашуымен екеуін де сыбап-сыбап алды. Қыздар, енді қайтейін, апам да осылай ұрсады. Мұндай күйге қайтып түскенімді өзім де білмеймін. Мен ұстанған діннің талабы қатаң. Отағамның айтқанынан шықпауым керек. Отағамның рұқсатынсыз мешітке де бармаймын. Көршілермен тілесіп, сәлем сауқат сұраспаймын. Көшенің қарсы бетіндегі дүкенге барсам да, балаларды ілестіруім керек. Мана балаларды апам бағамын деп алып қалды айтпесе, Нүкістің соғанда жыны қайнап. Мәссаған, мұндайда дін болады екен. Умырау еметіні бар, еңбектеп жүргені бар, бәріне жалғыз өзің қайтып қарайсың. Балаларын ойласа сенмен бірге пойызға билет алмай ма? Тікұшақпен тұра шашпай. Өзіңнен жасы кіші жігітті отағам деп сонша неге дандайыстасың? 8 бала тусаң да әйелім деп сыйлап жатқан ол жоқ. Құдайдан қыз тілеп тағы көтеріп жүрсің. Енді алданышым осылар ғой деп қою түсті көйлегінің сыртынан қарбыздай томпиған ішін сипап қойған Райхан тіршіліктен түңіліп қажығандай ауыр күрсінді. Бөлме үшін көңілсіздік биледі.
Асықтай алтын басының қадірі қашқан, бағы ашылмаған Райханды балауса көздерінен бұрымдары желбіреп, бірге өскен достары қатты аяп кетті. Жүрегінде көмірдей боп жиналып қалған қайғы мұңын енді ғана тарқата бергенде телефоны түскірі қайтадан қоңыраулатты. Баяғы одағам ғой, ол қадалған жерінен қан алмай қоймайды. Қыздар, мен кетейін деп Райхан дегбірсізденді. Енді ғана шүйіркелесе бергенде шырқымызды бұзынай түк кісілігі жоқ екен өзінің. Қара жамылған адамға көңіл шай беретін қазақтың ырымын түн жолында жүріп білмей ме деп досы арайлым бұлқан-талқан болды. Ызадан булыққан қыз келіншектерге бетінің оты шығып қараған Райхан безілдеген телефонды амалсыздан көтерді. Қатын, әлі отырсың ба, өсек айтып, шық дегенім қайда? Жаңа ғана шешеңмен сөйлестім. Әйелімді еркіне жібергенің үшін жазаңды берем дедім. Қойшы нүгіс, отағасы, апама неге қатты айттың? Ол кісінің жазығы жоқ еді ғой. Осыдан тап, қазір үйге қайтпасаң кешкі жақпен жетіп барып быт-шытыңды шығарамын. Төркіндеріңді түгел тасталған қыламын. Отағасы, міне қазір. Осылайша әр сағатын, әр минутын түгендеп, тексеріп, берекетін 5 тиын еткен күйеуінен құтылмасын біліп, сала құлаш көйлегінің етегіне сүрініп, қабынып, жығылып құлап, сыртқы есікке беттеді. Жау шауып келе жатқандай сонша не болды? Ең болмаса наннан ауыз тиші, бәрі бітіп, апаңа даурысып па? Шынымен де беті қалың екен деп жан-жағына сөз жарыстырған достары онымен бірге елесе шықты. Бәрінен бұрын апамнан ұят болды-ау. Байғұс апам онсыз да мені ойлап қартайып кетіпті. Кеше түнде төбемдегі шашымды көріп жылап еді. Райхан тағы да жанарын сулады. Шашыңа не болды? Арамыздағы бұрымды қыз сен едің ғой. Түсіп қалды. Үнем орал тартқаным шығар. Ауа жұтпаса шашта сирейді екен. Бұл нүкістен өлмей құтылмассың. Сәуелерің болса анау. Өзің аман жүрші тек. Деп шаттық мұңайды. Отағасы, міне таксим келді. Күн шақырайып тұрғанда үйге тіке апармай ма? Нөмірін қайтесің? Қазір айтайын деп, жаны көзінің ұшына көрінген Райхан қыздарымен де қоштаспай кете барды. Ей, Райхан, біткен екен ғой бұл Райхан. Өмір емес, қара түнек екен ғой, білмей жүрсек. Басқа дінге кіріп, адамдықтан ада қалған екен ғой. Қайран құрбымай деп күрсінген достары көліктің соңынан ұзақ қарап қалды. Қой, жүріңдер, ішке кірейік. Бұл оның басына жазылған тағдыр шығар. Бірақ бүйтіп адасуы мүмкін емес еді. Біз білетін Райханның. Тіптен ақылға сыймайды. Сірә анау сұмырай сықырлап тастаған секілді. Теріс тынның ағымы қатты деуші еді. Рас шығар. Әйтпесе сол сұмырайға көнетіндей басына не күн тауыпты, деп арайлым ренішін білдірді. Сөйтіп Райханға жайылған ақ дастарханның төрт бұрышында бүрісіп өздері қалған жан достар ең бақытты қыз ғұмыр кездерін сағына еске алды. Бет-аузын, төсін қоңыр түсті қылшық қаптаған нүкісті оқымысты қыздың қайдан тапқанын, қайтып жолықтырғанын жан баласы білмейді. Ол ешкімге ашылып сыр шашпайтын, кітаптан көз алмайтын, мінезі тұйықтау сабырлы еді. Бесіктен белі шыққаннан білімге құмар боп өсті. Мектебін бітірген бойда бейтаныс қалаға аттанды. 5 жыл бойы қылтың-сылтыңсыз оқып, күректей қызыл диплом алды. Бір оқу азда екіншісін және тауысты. Оны да сылт беске бітірді. Бұлақтың зәмзәм суындай білімнің нәріне шөлі қанбады. Қос қызыл дипломмен енді шетел асты. Біздің Райхан оқып аспанды тесіп шығатын шығар. Оқуға деген ынтасы бөлектесті. Кафедрадағы оқытушы ғалымдар түгел таң қалып. Әу бастан ауылдастарының мақтанышына айналған көлікті арудан ел жұрт үкілі үміт күтті. Қыздары бір емес 2 институтты тамамдап, шешінген судан тайынбастай белді бекем буып шетел асқанда, әке-шешесі қуанғаннан жер көкке сыймады. Үйдегі бауырлары да апаларын кәдімгідей сүйеніш тірек көрді. Ал класстас құрбы достардың Райхан десе көңілі ала бөтен еді. Оған тең келер ақылды, әр оқымысты, әдемі ару таппайтын. Сөйтіп шет тілінің біразын меңгеріп, дөңгеленген дүниенің тең жартысын шарлап, асқақтаған арманына қолы жеткен жолы ашық, мақсаты айқын ару туған өлкеге оралды. Білімнің теңізіне терең бойлаймын деп жүргенде 30-дан асқан жасында ұмытты. Баяғы есіл дерті 10 жыл жоғары білім берген сүйікті қаласында жұмыс істеп, алаңсыз тірлік кешу еді.
Ол ойда орындалып білдей оқу ордасына дәріс беріп, жұрт қатарлы жүріп жатты. Бірақ бақыты байланып, қапияда қазулы орта түсетінін байқамады. Алыста жүріп туған елін аңсаған ару бірде ата-бабалар аруағына тағзым етпек ниетпен төбесі алтын түстес зәулім мешітке кіріп шықты. Тап сол мешітте бас терісі келіспеген Нүкіс деген молданың барын қайдан білсін? Құдайдың үйіміз деп талайды иландырған қасиетті ғимараттың ішінде ала-құла адамдардың да жүргенін аңқау басы қайдан сезсін? Жүзі үйгі жандарды көріп, көңілі көншіді. Бәлен жыл шет жақта жүріп, көлденеңе сүрінбеген, сауатты әрі ішкі сарай кең бойжеткен көгілдір аспан аясында адасармын деп ойлап па? Көзіне түскен тым тәуір бикештердің теріс ағымға ілесіп, орамал байлап мешіт жағалап жүруін әу бастан өзіне жұмыс қылып алған Нүкіс бой десе бойы, көз десе көзі бар Райхандық байқап қалды. Іле арам ойын жүзеге асырмақ ниетпен білдіртпей қыздың соңына түсті. Оның саябақ ішінде отырып та, автобуста келе жатып та кітап оқитын бірнеше қайтара көрген ол қақпанына тезірек түсіруге кірісті. Мына қызды тоғалқып алсам несі бар? Басиманның алдында беделім өсе түседі. Өзіме көбірек ұпай жинасам, ұйымның да маған деген сенімі дейді. Былай, ашын төс, әдемі ару болғанмен көп күлмейді екен. Үнемі жабадан жалғыз жүреді. Қасымдағы жігіттер қармағына іліп әкетпей тұрып, тезірек қимылдайын деді. Сөйтіп мешіттегі кезекші көлікке мініп, шыттай боп киініп, иегінің астындағы селдіреген ешкі сақалына әтірін сеуіп, Райханның басқан ізін аңдыды. Талай қыз жігіттің обалына қалған әккі бірде оны тасадай әдейі күтіп тұрды. Студенттерге кезекті дәрісін оқып, Гүлзар баққа аяңдаған оқымысты арудың жолын бөгей түсті. Қарындас, жүзіңіз таныс екен. Сізді шырамытып тұрмын. Bir тамханадан көрдім-ау деймін. Кітапты көп оқисыз, иә? Мен де оқымыстының бірімін. Құйттай уақыт тауып, мына кітаптарға көзіңізді сүзіп шығыңызшы. Тағысын тағы. Ілкіде жігіттің сөйлеген сайын шошаңдаған сақалынан жеркеніп, тіксіне қалған Райхан райынан тез қайта бастады. Күн құрғатпай қымбат көлік мініп келіп тұратын, әңгімешіл көпшіл аса мейірімді іші бауырыңа кіріп кете жаздайтын Нүкісті бірте-бірте зор санады. Бойы қысқа, бұты талтақ жігіттің тұла бойындағы кемістігін де көзге ілмеді. Қолтығының астынан күл жіберіп, жымысқы күлкісімен, теріс оқумен басын сиқырлап алдап арпап жүргенін сезбей үйлеуіне көне берді. Онымен тілдескен сәтте желкесі тарқытып, шекесі солқылдап, ертеңгі күнге зауқы соқпай, тұла бойын қара зіл басатынын байқамады. Оқымысты ару мұның бәрін шаршағаннан деп ұқты. Уақыт өте келе қайнаған қызу тірліктен бойын алшақ ұстап, Нүкістің берген діни кітаптарынан көзін алмай, тіпті тосын қылықтарға бой алдырды. Бір келіп, бір кетіп, сапырылысып жататын студенттер де бұрынғыдай жанарының жарқылы, бойындағы шаттығы жоқ апайларына таңырқай қарады. Көп тілге жетік, басқан білімді жанның ізін торып тасада теріс пиғылды молда Нүкіс тұрған олар қайдан білсін? Жігіт атаулыны маңына жолатпаған, ғашықта боп көрмеген, сезімнің сергелдеңін өткірмеген әдемі ару тал түсте сара жолдан осылайша адасты. Маңдайдағы жұлдызын өшірді. Теріс ағымды таңдаймын деп жарқын болашағын апат қылды. Бақандай 10 жыл студент болғанда жатақхананың қуыс мүйісінде тығып, пәтерден пәтерге көшіріп жүретін мұқабасы қалың кітаптары қалды шашылып бір бұрышта. Тесік тамағынан жырып сатып алған гүлді-гүлді көйлектері қалды келмей. Табиғат тайна сылаған ай қабағын, әдемі жүзін бұрынғыдай желде желпімеді. Шын шайтан құсап адамның албастысына айналған Нүкіс ақыры керемет қызды қолына оп-оңай түсіріп қорқылды. Жалған ағымның жетегіне ілестіріп, иықтан түскен шашын күннен де, түннен де жасырды. Бұл аздай үстіне сала құлаш көйлек кигізіп, бет-аузын жара қаптағандай тұмшалады. Қысы-жазы денесін тұншықтырып, бырсытып қойды. Сөйтіп Райхан күндей жарық өмірін түбегейлі өзгертті. Басыңа жаулық салып, өңіңді көрсетпей жүрсең, жамандық атаулы жыламайды. Перінің қызы жолыңды бөгемейді. Әйелдер үнемі ерінің иығына тығылып бүрсіп жүруі тиіс. Сонда шайтандар сенен ығыр болады. Мынау ашық-шашық жүргендердің бәрі шайтан. Олардың ішкен жегені де харам, сақ бол деп зәресін ұшырды. Қиялмен құрастырып өтіріктің майын тамызатын Нүкісті қайта-қайта мешітке апарып,
түрлі уағыздарын айтып, қыздың мен шармауықтай шырмады. Бірді емес мыңды жығар білімді бола тұра, жылпыс жігітті әзірейіл санаған қыз қақпанға оңай түсті. Талай аруды адастырып, ақ жолдан айнатқан жексұрын біреулердің алдында зор беделге ие болып, ақыры діттеген ойына жетті. Сөйтіп оның сөзден сарай салған қиялына, құр ертегісіне, қырық өтірік уәдесіне сенген Райхан әбден сорлады. Ойланбай от басты. «Апа, мен ерте шықтым», деді ол бірде той-думансыз нүкіспен көңіл қосқанын түспен кештің арасында телефонмен естірді. Сәлем, сауқат жоқ. Әншейінде қой аузынан шөп алмайтын қызын жұпар танымай тұрып қалды. «Райхан, бұл сенбісің?» деді сәлден соң абдырап. «Апа, әрине мен ғой. Ерге шыққанымды айтайын деп. Отағамның аты Нүкіс, осы жақтың тумасы. Жақында некемізді мешітте қидырдық. Оның дінін қабылдадым. Енді екеумізді құдай түгіл жын шайтандар айыра алмайды» деп қызы бұрынғыдай емес батылдау тіл қатқанда шешесі талып қала жаздады. «Қызым, қайдағы дін? Қайдағы неке? Не айтып тұрсың? Есің дұрыс па?» деді ашу шақырып. «Құдайды да өзімді де алдап тұрғаным жоқ, апа. Жаңа өмір бастадым. Жұмысты біржолата тастадым. Отағам аман болса асырайды. Шариғаттың заңы бойынша еркегі түзде жүріп, әйелі бала туып үйде отыруы тиіс. Мені уайымдама, бұрынғыдай көп звондама. Әлсін-әлсін намазға жығыламын» деп Райханы одан сайын жанынан түршіктірді. «Қызым, бұл қалай болғаны? Әлде біреу ырқына көндірді ме? Сөз байласып жүрген ешкімің жоқ еді ғой. Ойыңнан тез айны қарғам. Райыңнан қайт. Мына жайтты әкең естісе асылып өледі. Ақылды едің ғой, есіңді жи. Басыңа орамал тартпа» деп шеше байғұс шырпыр етті. «Жоқ, апа, әкеме қазір естірт. Мені дұрыс жолды таңдады де. Біз кірген ағымнан асыл ештеңе жоқ. Райхан, сөзді доғар. Әуелі құда түсіртіп, той жаса, алдымыздан өт. Сенің жақсылығыңды бүкіл ел күтіп жүр ғой. 30-ға келгенде қашып кетті деп күлмей ме бәрі? Анау жұртқа қай бетімізбен қараймыз?» «Апа, енді қайдағы той? Біздің дініміз той-томалаққа қарсы. Улап шулауға болмайды. Оның үстіне Нүкіс әке-шешесімен араласпайды. Өйткені олар адам емес, арам». «Қап, мына қыз қылдау қыла жақты» деп тілі күрмелеп, бұдан әрі сөйлеуге дәті шыдамаған жұпар шекесін ұстап отыра кетті. Жаңа ғана қызының Нүкіс әке-шешесімен араласпайды деген бір ауыз сөзі жүрегіне инедей қадалды. Бөтен дінді қабылдап, теріс жолға түскендердің басқа туған ата-ана бауырдан бойын аулақ ұстап, бір беткей қатыгез боп келетінін естуі бар еді. Қызының шынымен адасқанын байғұс ана бірден сезді. Көптен хабарсыз кеткенде жұмыстан басын алмай шаршап жүрген шығар деп ойлайтын. Айдың күні аманында ерге шықтым, түн жолына түстім деп құйқасынан шымырлатып қойғаны мынау. Жамандық атаулы жата ма? Әлпештеп үкілеп өсірген қыздарының суға батқан қайықтай жат ағымға ілескенін бүкіл ел естіп жағаларын ұстады. «Апырмай, тым білімді бала еді ғой, оқу өтіп басы ауырып кеткен шығар» десті үлкендер жағы. «Тіл көз тиген шығар, шешесі құсаған көркемеді» деді тағы бірі. Басқа Райханның мұдайды кім күткен? Бәріміз де бір Алланың құлымыз ғой. Дегенмен жаман жолды таңдағанын қалай білмейді. Оқыған, тоқығаны көбейді ғой. Мүмкін емес десті жұрт. Заманның түзуінде үсті басын бітеп, қара жамылғаны қайткені? Қандай жағдайда тап болдық? Еріккен біреулер жастарды бұзу үшін әдейі ойлап шығарыпты осының бәрін. Шамасы тиген байда сау сиырдың боғы емес. Ауыл іші алып қашпа әңгімеге толы. Өскен орта дос-жараның гүлі болған арудың бұдан әрі жаңылтпаш өмірін, қапаста қалған тірлігін айтып налып жүрген бір жан. Теріс діннің құбылшығына айналған қыздарды естігелі әкесі Рақымбай мен шешесі Жұпардан береке кетіп бақтайды. Жұрт көзіне қарауға қысылып, жүнжіп, күйінгеннен өздерін қайда апарып қоярын білмеді. Ел қатарлы көсте жүрген жандар еді. Қыздарын ойлап қайғыдан қан ішті. Жүздерін жасырып, күн ұзағына тас моладай тым-тырыс үйге қамалды. Ұяттан өртенген өзектерін қайтсек жазамыз деп кейін қалаға қоныс аударды. Қалған бала-шағаның қайырын көктен тілеп, баяғыдай жарқылы жоқ қоңыр тірлікке мойынсұнды. Бірақ көкіректе тас боп қатқан шер мен мұң жібейді ме? Бұрынғыдай төбе көрсетіп тұрмақ, 2-3 айда бір рет, онда да Нүкістің рұқсатымен телефон соғып, хәлдерін сұрайтын қыздарын әбден сағынды.
Бауыр еті балаларын бір-екі іздеп барғысы келіп еді, күйеу бала хош көрмеді. Ақыры тура арада 5 жыл өткенде титтей сәбилермен төркініне ертіп әкелді Нүкісі. Жүдеп жадаған жүзінің жартысын жасырған орамалдың әр жағынан отсыз көздері ғана көрінген. Бір уыс боп қатып семген, жасына жетпей кемпір құсап бүкірейіп қалған қыздарын үй іші шақ таныды. Қарағым-ай, бетіңде не қан, не сөл жоқ. Мынау қызыл қарын баланың бәрін немен асырап жүрсің? Анау күйеусымағың жарытып жұмыс істейме? Деді кісінің сырт пошымынан танитын әкесі аман саулықтан соң шыдамы бітіп. Күнінде аспандағы айға бірге барамыз деп алдап-сулап, құр уәдемен тойдырған Нүкістің пәтерден пәтер жалдап, қатын баласын тиын тебенсіз, ас-сусыз қалдырып, кейде өзі ұшты-күйлі жоғалып кететінін, ондайды біреудің жертөлесін, біреудің ескі сарайын жағалап, қара нанға зар болып қалатынын, тұрмыстары өте мүшкіл екенін алыстағы ата-ана қайдан білсін. Ал екі беті жылтыраған күйеу баласы болса, бөшкедей семіз, кірпияз, тәкаппар. Кедейдің келген жаман демекші, алдында келген асқа біреу у салып бергендей таңдап ішеді. Кіріп шығып насыбай атады. Сауда-саттықпен айналысып жүргендей телефоннан түспейді. Әлде кіммен ақылдасады, кеңеседі. Ешкіммен ісі жоқ. Сен барсың ба, жоқсың ба, оған бәрібір. Сырт көз сыншы ғой демейді. Шалбарының балағы шолтиып тікесінен тік тұрып көрінген жерге дұға қылады. Молда болғанмен басында тақиясы жоқ. Жалаң бас, жалаң аяқ. Дастарханнан тұрарда ас қайтармайды. Бетін сипамайды. Бейіт басына бармайды. Бұл сонда қай діннің жетегінде жүр? Бәшбәйін тарбитып Аллаға сыйынған адамды алғаш көруім, сөйте тұра сені тырп еткізбейді. Шырағым, елің барда езіңді тап, мынадан құтыл, айрылып кет. Өзі кете берсін, сен қал. 5 балаңды бірдеңе етіп асырармыз. Ішіме сыйдың ғой, сыртыма да сиярсың. Азып тозып қартайып кетіпсің. Бұл сонда не өмір? Деп шеше байғұс келгелі күңкілдеп қақсайды. Тап осы ойды әкесі де қостайды. Қыздары тұнжырап келіспеген кейіп танытады. Әбден мысы басылып, алдағы күнге деген қызығы сенімі жоғалған. Енді міне араға тағы 5 жыл салып, онда да о дүниелік болған туысқанын сылтауратып, Нүкісті әзер көндіріп төркініне келіп еді. Онсыз да көңілі пәстірайханның ішкенін ірің, жегенің желім қылды жетесіз байы. Аялап ардақтап өсірген қыздарын теріс жолға салған аздай, отырса опақ, тұрса сопақ қылған қаскөрек қор еткен Нүкіске әке-шешесінің қаны қайнады. Екеуінің арасына түсейін десе енді бәрі де кеш секілді. Шиеттей 8 сәбиді әкеден тірілей айыруға дәрмен жоқ. Оның үстіне Райханның айтуынша, еш жерде тіркелмеген некесіз отбасының шегеленген тәртібін бұзуға болмайды. Отағасының айтқаны заң, қаһары қатулы патшаның алдында әйел күң, әйел құл, осымен бітті шаруа. Манағы түймедейді түйедей қылған айқайдан соң торға түскен торғайдай бүрісіп үйге келген Райханға баяғы жылап көріскен шешесі: «Қызым, Нүкістің сені бұлай жәбірлеуге қақысы жоқ. Әр адамның өз құны болады. Саған кінә тағы оның өзі күнә. Оның жазасын бергіземін, басындырмаймын. Сені қамап ұстауға дәді қалай шыдайды?» деп кіжініп еді. «Апа, мына билетті кері өткізіп, күнін тап ертеңге ауыстырамын. Отағам тез қайт деп ұрсып жатыр. Ерім бір жақта, мен бір жақта жүре алмаймын. Айдың соңын күтсем, Нүкіс жазамды оңдырмай береді. Маған ренжімеңдер. Жолға жиналайын» деп Райхан бала-шағаның емізігін, жаялығын түгендеуге кірісті. «Ойбай, домбырам не дейді, мен деймін. Жаңағы ұрыс керістен соң бір шешімге келген шығар десем, басыңда билік қалмаған екен ғой мына бейшараның. Сол оңбағанға тиіп бақытыңды босқа қайтардың. Теріс діннен тапқан пайдаң қайсы? Көрген қызың осы ма? Оқып қурадың да қалдың, ал оның түгі кеткен жоқ. Әй Алламай, саған не жазып ем деп анасы зарын иіліп отыра кетті. Әй жұпар, тый көз жасыңды. 100 жерден жер тепкілесең де бұлар іс болды енді. Босқа аузыңды ауыртпа. Сыбағасын салып жібер, барсын. Жазмыштан озмыш жоқ деген біз қақсағанмен көніп тұрған қыз жоқ қой. Зау басына сақина тілеген өзі. Аман болсында жүре берсін деп әкесі Рахымбай теріс айналды. Сөйтіп араға ұзақ жылдар салып, қайын жұртына кісімсіп келген Нүкіс айналасын ұрыс керіспен азан-қазан қылып, бейтаныс елді де бездіре жаздады.
Миының құртын жеген күйеуін ақылмен тоқтата алмаған Райхан ақыры лажы құрып жолға шықты. Шілденің аптап ыстығында алыс сапарға қайбір асықты дейсің. Баяғы бөтен үйге бардың, қыз қырыңды көрдің, олардың азғырғанын тыңдап көңіліңді бұздың деп жорта дау тудырған Нүкістен сескенген түрі. Бұл дүниеден бас кешкен бейшара 100 жерден ақыл қосса да шегінерге жол жоғын жақсы біледі. Әлпештеп өсірген әке шешесін бауырларын қимай жаралы жүрегі туласа да есуас байының ырқынан шығар емес. Сосын да түн ішінде етегінен тартқылаған сәбилерін жетектеп күн дақтаулы бөпесін қойнына қысып арқаланып дорбаланып жүрдек пойызға отырды. Әлімсақтан арам Нүкістің артынан тартынып барғанда тоқалдарын жағалап көңілі ауған жаққа қаңғып кетерінің басына тас тиіп бақыты қайтқан Райқан қайдан білсін.